Ассалаумағалейкум достар, мен сіздермен бүгін Pixelgun 3D жайлы ойын түсіретін боламын. Pixelgun 3D өте танымал ойындардың бірі. Бұл ойынды көптеген адамдар ойнайды. Бұл ойынды скачать ету үшін 701 деген мегабайтымды құртуым керек. Мен осы ойын менде болған жоқ, сондықтан ақшамды кетірдім. Міне бұл менің автоматтарым. Мен енді 120 теңге болды. Мен 120-ға нан алсам қалай болады екен? Двойной пистолет. Жоқ, 125-ке нан жинап, нан алам, мынандай пулемет. Қалай ойлайсыңдар? Достар, нан алайын ба, нан алайын ба? Мынаны алсам бұл өте мықты емес, жай пистик қой бұл. Двойной пистик қана. Болды, потом. Ал мынаны алсам пулемет сияқты атай береді. Болды, осыны алам деп шештім. Менің жануарым скунс, бірақ атын мен Хакки деп өзгертіп қойдым. Бұл міне менің крафттан жасаған үйлерім. Базада міне мынандай база бар. Бірақ маған бұған ақша жетпейді. Сізге мынандай бар. Мен бірақ мынандай алайын деп забор мынандай. Бұрында мынандай болған. Мен мынандай. Сосын мынаны алам ғой деймін, осындай забор алам. Сосын менде, мынау забор, менде мынандай бұрында мынандай забор. Сосын мынандай алам. Достар, мынау менің жануарымның үйі. Бұның бәрі әрине ақша тұрады. Менде міне маска алдым, плащ, бронежилетка бар. Тек аяқпен бас киім ғана жоқ. Ал достар, мынау менің профиль. Всего победа 29 победа болды. Команда битва 23 рет. Сосын бой на смертныйдан 4 килл, битва общак деген 2 килл. Всего убийство. Яғни барлық адамдарды қосқан кезде 457 адам өлтірілген. Рейтинг убийства 0,85, точно 0,8-ге бөліп 26. Ал менің зомбиларым город призрак деген өте күшті ойын. Сондай жері күшті де. Көп адамдар бар, және де атсасын адамдармен атып неше түрлі. Бірақ мынау город призракта өзің жазып аласың. Сен дост, сен бәрі саған каждый дом соседа ғой. Сондай жабыласың да, любой. Міне шықты. Нашел игру. Bir адам бір ойынға кірді. Так, адамдар қайда? Ана бір шықты. Ой, достар, ол аспанға ұшып кетті. Қазір мен оның артынан барамын. Ой, анау асмады, біреу. Достар, әнші ол. Ай, міне. Ақмақ қой, Ақмақ дейсі. Артынан кеп алғансың. Достар. Бірақ анан несі онша мықты емес қой, анан аружасы қалай өтіп тастап деп ойлайсың. Қазір көрсетемін мен оларға. Қазір қараңдар, мен қазір қандай монстр болып кететін. Білесіңдер ме, қандай монстр болуға болады? Қайда қашып болды, достар, соберитесь дейді ғой. Жиналыңдар. Жолым болмай қалды. Менің күнім шығып алайық. Құр қалмайық бізде.
Зомби көп қой анау. Зомби мысықтан мен қорқамын. Анау білесіңдер ма, достар, бірақ өте мықты болмаса да, былай лақтырамыз да. Блин, кім атсайды? Ой, мынау киоск автомат қой надо. Теміз. Ой, ема. Бірақ зато не күшті екен. Вот, атпаса, бірақ мен атқан жоқпын онда. Болып жатыр қазір бұл ойында 90 кристалға арзан, иә. Бұрында ол 130 кристал болатын. 130 кристал жинағанша 90 кристал жинап сатып ал деді. Бірақ менде 90 кристал шықпады. Сондықтан мен 90 кристалдың орнына мықты пистолет сатып алайын деп жатырмын. Әрине бұл ойында көбінесе жолым бола бермейді. Бұл ойынның ешқандай бұзылған нелері жоқ. Бұл менде жазып көрдім бұл университетте мүлде жоқ екен. Тіпті мен сол үшін ол кезде менде кішкене нормально мықты болып едім. Сол негатив көрдім. Ол бере маған что-то мықты болып кетті. Достар, мен сіздерге бүгін осы ойын жайлы тек қана таныстырдым сіздерге. Ал бүтін келесі жолы
ұнап жатса лайк басып комментарийға жазып қойып білесіздер ма жаңағыдай тұрады ғой. Менде бірақ ұшатын заттар да бар өзі. Тапып аласың осындай заттарды ойынға кіреді ғой 50 теңге сондай или сондай тұрады екен. 50 теңге тұрады. Ай, блин. Достар, егер де ойын аяқ сәл қалды, достар ренжімеңдер.